қайтарманы елінен, бірау сақан қайтару жақсылығы құмар соған. Қайсысы екі әйелдің баласы деп кешіктірмей уәзірлерден сұрау салған. Туғалы үш нәрсені бөліспеген екеуі не істесе соны істеген. Екеуі менің туғаны балам десе хан жігіт жауабына келіспеген. Анаң мені уәзір ханға жүр дейді екен, бұл халық татуды да күндейді екен. Туғаным екі ананың қайсысынан жігіттің өзі де анық білмейді екен. Бұл жайлы түс жармаған әлі тіпті айтпапты, екі әйел де төрелепті. Шынында қайсысынан туды екен деп сол кезде елде гулеп-гулепті. Ол сауал қос ананы қапа қылды, жігітте ханға талай апарылды. Сыйдан да сарайдан да бас тартып ол жалынды, ханға қой деп шатағынды. Бір күні ханның үні жаңғырықты, ел жинап сарай алдын шаңғылықты. Жігіттің қол аяғын байлаттырып сол жерге екі әйелді алдырыпты. Депті ол қысқартыңдар бұл зарыңды, жалындым айтпадыңдар шындарыңды. Енді мен екі сарай салғызам да екіге бөліп берейін ұлдарыңды. Екіге хан жігітті шабам депті, айбалта әкелуге адам кетті. Сол кезде бірінші әйелмен келіссем жігіттің жарты жағын алам депті. Еңіреп енді бірі зар жылаған бөліске түспесін деп сорлы балам. Мен үшін өле көрме жер бетінде, құлыным аман жүрсем болды маған. Ол солай қолын жайып алға шықты, көз жасы ақ тілеуге жалғасыпты. Босатқан қол аяғын жігіт келіп өзінің анасына жармасыпты. Сол кезде толқып кеткен халық қатты сорлана ұлын көріп талып қапты. Тағында мәз-майрам боп отырған хан қулықпен ұл анасын анықтапты. Шынымен хан бөліске салады деп үрейден қалған екен бала жүдеп. Өлшеусіз мейірімің мен махаббатың